Екі күнгі бораннан кейін жылқыға келдік. GPS-терінен қарап отырып жылқыға тура келдік. Дегенмен де күнделікті жүріп жүретін жолымызда қар басып тастағандықтан айналма жолдарменен айналып отырып келдік. Бұл жазықты жақсы меңгергендіктен, жақсы білетіндіктен, күнде жүріп жүргендіктен, жалпы бұрқасыннан кейін, бораннан кейін, желден кейін қай жақпен қалай жүру керек екенін әбден меңгергендіктен сол ебін тауып отырып осы жылқының басына келдік. Бұлар жатқан жерде қар аз, себебі бұрқасын, боран, жел болған кезде, қарды бұрқасын болған кезде, бұл дөң болғаннан кейін, бұл жер дөңес болғаннан кейін ұшырып әкетеді қарын. Бұл жақта көп қар тұрмайды. Қыста қар тұрмағаннан кейін жазда бұл жаққа шөптің шығуы да онша емес, сәл тақырлау болып тұрады. Жазда тақырлау болып тұрғаннан кейін бұл жаққа 4 түлік мал кеп онша жайыла қоймайды, шөбін баса қоймайды. Шөбін басып 4 түлік жазда жайылмағаннан кейін бұл жақтың шөбі аз да болса өсіп қар астында қалады. Қар астында қалғаннан кейін қысты күні өстіп жылқылар кеп осы жаққа жұқа қардың астындағы шөпті тарпып алып жеп қарындарын тойғызып тұрады. Бұл біздің кіші үйір ғой, енді бұйырса көктемде санын көбейтіп алдарына, айғырдың алдына биелердің санын көбейтіп салып береміз. Алла қаласа сол көктемге де жақын қалдық қой. Қазір жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін уақыты. Жылқымызға жақсылап қарап сәл шыдап кететін болсақ, сол көктемге де ілініп кетеміз. Дегенменен Аллаға шүкір, біздің жылқыларымыздың күйі жақсы, қоңды, семіз, аш емес, шөп бар, барлығы бар, жетерлік, жайылым бар, жайылатын жері бар. Ештеңеден кем емес. Осылай әзірге жағдайымыз. Енді өстіп әупіремдеп жүріп, қыста аман есен еңсеріп, көктемнің көгіне ілініп кететін болсақ, сөйтіп биелеріміз енді құлындап бастайды ғой. Сондықтан да жиі кеп тұруымыз керек. Бұлардың құлындары, төлдері аман есен. Биелер құлындап, құлындарын бауырына алып, 4 аяғын басып кеткенше қарап, байқап, бақылауымыз керек. Енді қысы бойы бағып, қысы бойы қарап, әбден керек кезінде жылқыға қарамай қойғанымыз болмас. Өздеріңізде не жаңалық ағайын?